Саламатсыздар. Мен сіздермен бүгін кабачкиден жасалған торттың рецептісімен бөлісемін. Бұл торттың дәмінің сонша кереметтігімен қоса әдемілігі әр мерекелік дастарханның сәнін келтіреді деп ойлаймын. Керек заттар видеода көріп тұрғандарыңыздай. Бірінші кабачкиді теркадан өткізіп аламыз да 10 минут қойып қоямыз, суы шығады. Суы шығып, осылай сығып, суынан құрғатып аламыз. Сосын кабачкиға қосатын жұмыртқаны қосамыз, сәл араластырамыз. Одан кейін ұнды қосамыз. Ұнды екіге бөліп қоссаңыздар жақсы. Тұз қосамыз, шымшым, көп керек жоқ. Тұзды бәрін араластырамыз. Достар, егер де менің каналыма жазылмасаңыздар, жазылып қойыңыздар. Алда әрі оңай жасалатын рецепттер болып тұрады. Міне одан кейін блинный жасайтын табаға пісіріп аламыз. Блинный сияқты пісіріледі. 2 қасық, 3 қасықтан артыле салмайсыздар, сондай ғана салып, осылай жан-жағын дұрыстап пісіріп аламыз. Әзірше ол піскенше салмамызды дайындаймыз. Оған салмамызға ұсақтап туралған пияз осылай қуырамыз. Сәл прозрачный болғаннан кейін үстіне морковымызды саламыз, сәбізімізді. Оны да қуырамыз. Ол дайын болғанша әзірше соусымыз дайындай беріледі. Міне қаймақ, майонез және зелень. Менде укроп пен петрушка, чеснок саламыз. Бәрін араластырып дайындап қоямыз. Салмамыз дайын, соусымыз дайын, міне блинныйымыз да дайын. Енді жинақтаймыз. Бірінші соусымызды саламыз, үстіне пияз бен сәбізден жасалған салмамызды, одан кейін блинныйымызды саламыз соусымызбен, келесі помидор. Осындай формаларыңыз болса, жасап қойсаңыздар әдемі тегіс шығады, торт сияқты. Мына осылай жинаймыз. Сәбізден пияз, одан кейін помидор, сәбіз бен пияз, үстіне сәбіз болған әдемі болып шығады. Осылай етіп әрлесеңіздер болады. Әрлеуіңізді өздеріңіздің фантазияларыңызбен әрлей беріңіздер. Әркім өзінің қалауымен. Өте дәмді болып, әдемі болып шығады. Жанұяларыңызбен достарыңызды қуантыңыздар. Қолжетімді заттардан шығады. Қымбат емес, құрамдары қымбат емес. Міне осындай әдемі болып шығады. Жасаңыздар, өкінбейсіздер. Менің каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар.